Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. 1. Маркетинг және оның әлеуметтік экономикалық маңызы. Кәсіпкердің жетістігі оның маркетингтегі жетістігіне байланысты. Маркетингті сатып алушыларға қалаған нәрсесін қолайлы жерде қолайлы бағамен және жарнамалық ақпараттың қажетті үлесімен ұсыну ретінде анықтауға болады. Осылайша олар біздің тауарлар мен қызметтерді бәсекелестердің тауарлары мен қызметтерінен артық көреді. Маркетинг жоғары пайда алу мақсатында тұтынушылардың сұраныстарын зерделеу негізінде тауарларды әзірлеу, өндіру және сату бойынша фирманың ұйымдастырушылық жүйесін ұсынады. Маркетинг термині ағылшын тілінен шыққан маркет, нарық, сату саласындағы қызметті білдіреді. Алайда бұл ұғым өте мағыналы. Маркетингтегі ең бастысы нарықты мұқият және жан-жақты зерттеу, нарыққа белсенді әсер ету, қажеттіліктер мен сатып алу қалауларын қалыптастыру. Тұтынушы мен өндірушінің байланысын орнатыңыз. Іс жүзінде бұл алмасу арқылы қажеттіліктер мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған қызмет түрі. Маркетингтік қызмет нарықтарды екі түрге бөледі: сатушы нарығы және сатып алушы нарығы. Сатушы нарығы сатып алушылар үшін тапшы нарық ретінде түсініледі. Онда сатушылар көбірек күшке ие және сатып алушы өз қажеттіліктерін қанағаттандыратын бағамен қанағаттандыру үшін қажетті белсенділікті көрсетуі керек. Сатып алушы нарығы тауарларға бай нарық және сатып алушылар тауарларды қолайлы бағамен сапада сатып алуға көбірек мүмкіндік алады. Коммерциялық табыс нарықтардың формаларын, түрлерін және түрлерін жан-жақты зерттеуге тікелей байланысты. Нарықтар екі бағытта зерттелуде: нарықтың тән ерекшеліктері, қажеттіліктері мен мүмкіндіктері зерттеледі. Сыйымдылығы, қанықтылығы, бәсекелестік жағдайы, аналогтық тауарлардың пайда болу ықтималдығы. Зерттеудің бұл бағыттары маркетингті өнімге бағытталған маркетинг, немесе тұтынушыға бағытталған маркетингке бағыттайды. Зерттеудің бұл бағыттары маркетингті өнімге бағытталған маркетинг, немесе тұтынушыға бағытталған маркетингке бағыттайды. Маркетинг келесі жұмыстарды орындауды қамтиды: нарықты кешенді зерттеу, ықтимал сұраныс пен мүмкін қанағаттандырылмаған тұтынушылар анықталады. Тауар ассортименті мен бағасын жоспарлау, сатуды жоспарлау және жүзеге асыру, өндірісті басқару мен ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеу. 2. Маркетингтің негізгі принциптері және кәсіпорынның мүмкіндіктері. Маркетингтің негізгі қағидаты өндірістің түпкілікті нәтижелерінің тұтынушылардың талаптары мен тілектерін қанағаттандыруға жалпы бағытталуы болып табылады. Негізгі қағида бірқатар жеке принциптерді жинақтайды: нарықты білу, тауарға сұраныстың жай-күйі мен динамикасын зерделеу және ақпаратты ғылыми, техникалық және шаруашылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану, өндірістің нарық талаптарына максималды бейімделуі, сатылатынды шығару, нарыққа және тұтынушылық сұранысқа әсер ету, кәсіпорын үшін қажетті бағыттар бойынша нарықты қалыптастыру. Маркетингтік зерттеулер нәтижесінде анықталған мәселелерді шешуді ынталандыру, тұтынушыға қажетті тауарларды уақытылы жеткізу, процесті мақсатты басқару, өндіріс, сату, сервис, жаңа тауарлардың нарыққа шығуын жеделдету, кәсіпорын тауарлар үшін нарықтың неғұрлым табысты секторларын дамыту, нарықты тауарлардың жоғары сапасы мен сенімділігімен жаулап алу, тұтынушыға тауарларды жеткізуді жеделдету мақсатында делдалдарға көмек көрсету, маркетинг стратегиясын перспективаға бағыттау, тауар қағидаты бойынша басқаруды ұйымдастыруды барынша пайдалану, тауарлардың нақты түрлерін өндіруді өткізуді басқарудың жоғары кәсіби дағдылары алынады, басшылардың жауапкершілігін арттырады. Аталған принциптер кешенді түрде қолданылуы керек. Кешенділік дегеніміз кәсіпкерлік, экономикалық, өндірістік және маркетингтік қызметті біріктіру. Кәсіпорынның мүмкіндіктері жеткізушілердің, делдалдардың, бәсекелестердің және қоршаған ортаның жағдайы, мінез-құлқы туралы ақпаратты талдау нәтижелерімен анықталады. Талдау нәтижелері кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын көрсетеді және кәсіпорын жетістікке жетуі мүмкін аймақтар мен функцияларды анықтайды. Кәсіпорынның мүмкіндіктерін зерттеу оның әлеуетін нарықтың қазіргі және перспективалық қажеттіліктерімен салыстырмалы талдауға дейін азаяды. Кәсіпорынның потенциалын, әлеуетін талдау келесі бөлімдер бойынша жүзеге асырылады. 1. Өндіріс көлемі, құрылымы, шикізатпен қамтамасыз етілуі, жабдықтың қолма-қол паркі, өндіріс экологиясы. 2. Тарату және өткізу, өнімді тасымалдау және сақтау, өнімді буып-түю және буып-түю мүмкіндігі. 3. Ұйымдастырушылық құрылым және менеджмент, кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы, қызметкерлердің сандық және кәсіби құрамы, өнімділік және тағы басқа. 4. Маркетинг,
нарықтар мен арналарды зерттеу, сатуды ынталандыру және жарнама, маркетинг жоспарлары мен бағдарламалары. 5. Қаржы. Қаржылық тұрақтылық және төлем қабілеттілігі, пайда мен кірістілік, меншікті және қарыз қаражаты. Кәсіпорынның мүмкіндіктері кеңейтілген талдау бағыттары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Өнімдер бойынша ең тиімді өнімдер, ең көп кірісі бар өнімдер, нарықтар бойынша ең көп айналым мен табысы бар қандай нарықтар, салалар бойынша кәсіпорын тауарлары бар саладағы нарықтардың ауқымы, тұтынушылар үшін кәсіпорын тауарының тұрақты тұтынушысы кім және оны тауарға не тартады. 3. Тұтынушы және кәсіпорын тауар нарығының сегменттері. Маркетингте тұтынушының мінез-құлқы туралы дұрыс түсінік қалыптастыру маңызды. Экономикалық тәжірибе тұтынушылардың мінез-құлқы туралы нақты түсінік беруге мүмкіндік беретін бірқатар принциптерді әзірледі. Міне олардың кейбіреулері: тұтынушы тәуелсіз және таңдауы еркін. Тұтынушының тәуелсіздігі өзі таңдаған мақсатта көрінеді. Тауарлар оның сұрауларына сәйкес қабылданбауы немесе қабылдануы мүмкін. Тұтынушының мотивациясы мен мінез-құлқы зерттеу арқылы анықталады. Тұтынушының мінез-құлқы қоршаған орта факторларына байланысты. Бұл негізінен оның білім беру және мәдени деңгейі, әлеуметтік-экономикалық жағдайы, қабылданған стереотиптер, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар. Тұтынушының жеке сипаттамалары: кірістер, білім деңгейі, тәуелділік пен хобби, жеке өмір салты және Б. Тұтынушының нарықтағы мінез-құлқында психологиялық үрдіс ерекше орын алады. Тұтынушылардың мінез-құлқы әсер етеді. Тұтынушының мінез-құлқын анықтайтын сыртқы және жеке факторларға мақсатты әсер ету тұтынушының мінез-құлқының өзгеруіне әкеледі. Тұтынушылардың мінез-құлқы әлеуметтік заңды. Тұтынушылар құқықтарының әлеуметтік заңдылығы оның қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандырудың кепілі болып табылады. Нарықтағы тұтынушылар: түпкілікті тұтынушылар адамдар, жеке тұтынушылар, отбасылар, шағын қауымдастықтар, үй шаруашылықтары және ұйымдар, кәсіпорындар. Тұтынушылар бұл өндірістік кәсіпорындар, көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындары, мемлекеттік және басқа мекемелер. Нарық бұл тұтынушылар топтарына және тауардың тұтынушылық қасиеттеріне байланысты сараланған құрылым. Бұл шын мәнінде нарықты сегменттеу болып табылады. Экономикалық әдебиеттерде, маркетингке арналған бөлімдерде сегмент және сектор ұғымдарын жиі кездестіруге болады. Олар авторлардың пікірінше белгілі бір тауар алатын нарықтың белгілі бір бөлігін көрсетуі керек. Алайда бұл синонимдер емес. Анықтама бойынша сегмент бұл геометриялық түсіндіруде доғамен, аккордпен шектелген шеңбердің бөлігі. Сектор ретінде объектілер тұтынушылар, тауарлар, өнімді тарату арналары, географиялық аймақтар және Б болуы мүмкін. Маркетингтің негізгі бағыты ұқсас артықшылықтарға ие және маркетингтік ұсыныстарға бірдей жауап беретін тұтынушылардың біртекті топтарын табуға бағытталған. Нарық секторларының келесі объективті критерийлерін ажырату әдеттегідей: географиялық, аймақтың ауқымы, тығыздығы және халық саны, климаттық жағдайлар, әкімшілік бөлініс, өндіруші кәсіпорыннан қашықтық, демографиялық, жасы, жынысы, отбасының өмірлік циклі, балалар саны, әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік және кәсіптік тиесілігі, білім деңгейі, табыс деңгейі. Нарық секторларын анықтау үшін тек объективті критерийлер жеткіліксіз, және бұл жағдайларда тұтынушыларды сипаттаудың субъективті нақты критерийлері қолданылады. Оларға мыналар жатады: сатып алу негізінде төмен бағаға бағдарланған сатып алушылар, ұзақ қызмет ету мерзіміне, жоғары сапа және басқалар. Реакция бойынша олар нарықта тауар пайда болған кезде сатып алады, ұзақ уақыт бойы. Секторларды анықтау процесі кезең-кезеңмен жүргізіледі. 1. Секторларды сипаттайтын критерийлерді қалыптастыру. Тауардың негізгі тұтынушылары кім және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай деген сұраққа жауап беру керек. 2. Әдісті таңдау және нарық секторларын бөлуді жүзеге асыру. 3. Алынған секторларды түсіндіру. 4. Мақсатты нарық секторларын таңдау. 5. Тауарды орналастыру, маркетинг жоспарын әзірлеу. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.